Баршаңызға сәлем. Бүгін біз дәл осындай қытырлақ, өте қатпарлы қаттаманы әзірлейтін боламыз. Ең алдымен қамырымызды илейтін боламыз. Ол үшін бізге су қажет болады. Суымызға аз ғана тұзымызды қосып, осылай ерігенше араластырып аламыз да қатты емес қамыр илеп алатын боламыз. Қамырымызды холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағат уақыттан кейін қамырымызды аламыз да осылай астынан үстінен ұнды жақсылап сеуіп, қамырымызды жұқа етіп оқтаудың көмегімен жайып шығатын боламыз. Қаттаманың арасына 82,5% сары майды алып ертіп жағамыз. Еріген сары майымызды қамырымыздың жан жағына жақсылап жеткізіп, осылай жағатын боламыз. Екінші жайылған қамырымызды да алып, осылай үстінен қоямыз да сары майды жағып, жан жағына жеткізіп жағамыз. Одан кейін осылай оқтаудың көмегімен қамырымызды орап аламыз да пышақпен екіге бөлетін боламыз. Осылай қамырымызды ашып аламыз да, оны пышақтың көмегімен тағы да екі бөлікке бөліп аламыз. Дәл осы видеодағыдай бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Өзіңізге ыңғайлы бөліктерге бөліп алғаннан соң осылай орап шығатын боламыз. Осылай орап алғаннан соң қамырымызды холодильникке 1-2 сағатқа қойып қоямыз. 1-2 сағаттан соң осылай арасындағы сары майымыз жақсылап қатқаннан соң қаттамаларымызды алып біртіндеп осылай жұқа етіп жайып шығамыз да қызып тұрған табамызда екі бетінде жақсылап қызартып қуырып аламыз. Міне біздің осылайша қытырлақ қатпарлы қаттамамыз дайын болады. Егер де менің видеом ұнаған болса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.